Жақсысыздар ма? Сұрақтарды жалғастырайық. Қанша дегенмен енді біздің жоба сырласу, ақындардың жан сырын ақтаратын. Мына қазақта айтады ғой, бармасаң келмесең жат боласың дейді. Бұрын ақын жазушыларымыз жиі сапарға шығып тұратын, сөйтіп өздерінің бір әсерлі туындыларын жазатын. Мәселен, Рамазан Тоқтаров ағамыз өзінің ертіс мұхитқа құяды деген шығармасын жазған кезде мұзды мұхитқа барған екен. Шығарма жазудың алдындағы әсердің маңыздылығы қандай? Әрине, адам өзінің жазғалы отырған тақырыбыңды толық білуің керек, зерттеуің керек. Ол табиғаттың құбылысы, адам жанының бір қалтарыс бұлтарыстары емес қой. Мысалы, сіз нақты бір өңір туралы жазатын болсаңыз, нақты сол өңірдің тарихы, немесе нақты бір заман туралы жазатын болсаңыз, енді ол заманға барып келе алмайсыз, бірақ сол заманның авторларының шығармаларын оқу арқылы, мысалы, сол тарихи оқиғалар өткен даланы өз көзіңмен көру арқылы мысалы жазуға болады. Мен ғасырлар тәжі деген Тараз туралы поэма жаздым. Мысалы, сонда мен Таразға барып, барлығын түгел аралап шықтым. Үңгірлерге кіріп дегенде, үлкен құмыралардың ішіне басын тығып көріп дегенде. Ал ізденіп Мық кітабы деген біздің сақтарға дейін өмір сүрген қауым туралы, яғни біздің көшпелі өркениет қай уақыттан басталды деген сауал мысалы мені өте ойландыратын. Өйткені біз толық көшпелі халық емеспіз. Біз жартылай отырықшы, жартылай көшпелі өркениеттің перзенттеріміз мысалы. Өйткені қазақ даласында мысалы бір жерде жылқы айдап бара жатса, бір бабамыз қала салып отырған. Оның қола ғасырындағы мысалы Сарыарқаның төсіндегі қаншама қалалардың орны бар. Не болмаса мына оңтүстікте сөз бар ғой, Ширазда шатырға шыққан мысық Таразға дейін жерге түспей келеді дейді. Сонда ойлаңыз, қаншама қалалар болған. Сондықтан біз далада мал баққан халық қана емес, біз қалада салған халықпыз. Сондықтан жаңағы Мық кітабын жазатын кезде мен Арқаға бардым, сол жақта көрдім, ескі қалалардың орнын көрдім, Мықтың үйлерін көрдік, мысалы Мық үйі дейді. Солай жаздым. Сондықтан оның маңызы өте зор. Егер бармай, көрмей, білмей, мысалы кім атын ұмытып қалдым. Жұмақ пен тозақ туралы жазатын Милтон. Джон Милтон. Мысалы Милтон секілді жазуға болатын шығар. Көрмеген жұмақ, көрмеген тозақ туралы да. Бірақ негізі көрген жақсы. Рахмет аға. Қайырлы күн, Алма ханым. Тоқтамай өлең оқи бер ереке дейді сізден. Оқырмандар көбірек өлең сұрап отыр екен. Бір өлең оқыңыз, содан кейін біз дәстүрлі сұрағымызды қойып эфирді аяқтаймыз. Ғапыл. Жүректің тасқа айналу үшін қасірет шегу міндетті емес. Бауырға тастың байлану үшін жасыңды төгу міндетті емес. Бір ғана сөз жетеді, жемір. Бір ғана көз жетеді, шегір. Бір ғана сәт жетеді түңілу үшін, лағыл таста құрт тесу үшін. Ал тастың құм болып үгілу үшін, құмға гүл өсу үшін жеткіліксіз өмір. Рахмет аға. Жүрегіңді сақта деген өлеңді оқыңызшы дейді. Кітапта бар ма еді? Жоқ, бұл кітапта жоқ, бірақ жатқа білетін жермен оқып беремін. Жақсы, бір кісі сұрақ қойып жатыр екен. Оқимын ба? Зиялы қауымды қалай түсінесің? Олар қандай ортаның, қандай мамандық иелері болуы тиіс деп ойлайсың дейді. Арман Жусанбаев. Зиялы қауым дегенде біз тек қана қалыптасқандай мәдениет, өнер қайраткерлерін атамаймыз негізі. Зия нұры кімнің жүрегінде бар, кімнің мәдениеті биік, кімнің ішінде ар соты бар, сол адам зиялы деп аталады деп ойлаймын. Ол мейлі математик болуы мүмкін, ол дәрігер болуы мүмкін, ол инженер болуы мүмкін, ол шахтада жұмыс істеуі мүмкін, мысалы,
сондықтан сол ол қазір Мұхтар Әуезовтің жақсы бір сөзі бар ғой, кітап досы болған сәттен бастап адам өзін жаңағы шынайы интеллигентпін деп санай бастаса болады деп. Сондықтан әрбір кітаппен дос адам, әрбір өзінің ұлтының тарихына, ұлтының болашағына алаңдайтын, адамзатқа алаңдайтын адам, яғни осы мәдени атмосфераны қалыптастыруға, мәдени құндылықтарды, рухани құндылықтарды қалыптастыруға мысалы қызмет ететін әрбір адам зиялы адам деп санаймын. Мықты жауап деп ойлаймын, Арман мырза. Аға, біздің дәстүрлі сұрағымыз бар, содан кейін сіз жүрегіңді сақтан оқып берсеңіз, оқырмандардың өтініші бойынша. Сіздің жан сырыңызды ақтаратын өлең. Ол өлең емес шығар, сонда да жауап беріп барып, жаңағы өлеңді оқысаңыз. Негізі әдетте ақындардың өлеңін оқыған кезде ойлаймыз ғой, енді ақын өзін айтып отыр деп. Ақын өзінің лирикалық кейіпкері өзі деп, мысалы. Бірақ көп жағдайда бұл жиынтық образ болады. Өйткені баяғыда Мекемтас ағамыз айтушы еді, егер сенің айтқан сөзің миллионның сөзі болмаса, егер сенің жазған өлеңдегі кешкен күйің, күйзелісің, қуанышың ол миллион адамның күйзелісі, қуанышы бола алмаса, онда өлең жазбау керек деп. Яғни сенің жазғаның ешкім толқыта алмаса, басқа адам өзін көре алмаса, егер ол сенікі ғана, тек қана сенікі ғана болып қалатын болса, онда өлең жазбау керек. Онда ол өлең оқылмайды деп ойлаймын. Сондықтан сұрақ қалай еді? Жан сырыңызды ақтаратын өлең. Иә. Сондықтан ақындардың барлығының өлеңдері өзінің жан сырын ақтарған, я замандасының жан сырын ақтарған, я заманның жан сырын ақтарған. Ол келе береді дейсіз ғой. Солай түсінемін. Түрлі болып. Ал былай барлық нәрсеңді өлеңге айта беруге, енді ақындар әрқалай болады ғой. Мен мысалы өзім ұяламын. Көп ретте өлеңге де айтпайтын сырларым бар дегендей. Ақын абай айтады ғой, өлең деген өсекші, сырыңды сыртқа жаятын деп. Сондықтан сақтанам барынша дейсіз ғой. Өлеңге де айтпайтын құпияларым бар дейсіз ғой. Рахмет аға, онда оқырмандардың өтінішін орындап, эфирді аяқтайық, сөзіміз түйіндеп, жүрегіңді сақта дейді. Рахмет. Жүрегіңді сақта, жүрегімді сақта. Бұл алағай шақта, бұл бұлағай шақта. Күнге керек жүрек, түнге керек жүрек. Саған құнсыз болса гүлге керек жүрек. Жүрегіңді жебе, жүрегімді жебе. Өзің сүймеген соң өзге сүймес деме. Жүрегіңе рахым, жүрегіме рахым. Жүрек деген сұлу, жүрек деген ақын. Жүрегіңді тыңда, жүрегімді тыңда. Шақырмашы құзға, батырмашы мұңға. Жүрегіңді қорға, жүрегімді қорға. Соғып жүр ол зорға, соғатындай сорға. Жүрегіңді сақта, жүрегімді сақта. Я тәңірім, көз бер, жүрек көзі жоққа. Күшті. Толғанып кетіппін ғой, ойланып. Сұлу жүрегіңіз жырлай берсін аға. Рахмет. Қадірлі көрермендер, оқырмандар, бізде өткенде мен айттым, тікелей эфирге шығып, Фейсбукта шектеу көп, кедергілер көп, үзіліп кеткен болса, бізде YouTube арнамызда қазір бейнетаспа жаздық, толық нұсқасының сілтемесін комментарийға салып қоямыз. Уақыт бөліп, эфирге қосылып, сұрақ қойып, пікір жазған барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Сізге де рахмет, Ерлан аға. Абыройыңыз асқақтай берсін, істеріңіз ілгерілей берсін. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше. Жақсы, рахмет.